Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сникерс пирогын жасайтын боламыз. Негізі пирогтың цветі сәл қоюлау қап-қара болып кетті. Мендегі үйдегі шоколад темный қара шоколад екен. Сол себепті цветі осылай болып кетті. Бірақ өте дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және ашық молочный шоколадтан жасасаңыздар болады. Ол үшін бізге ең алдымен ерітілген сары май, қант және жұмыртқа қажет. Үшеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді бір-бірімен біріктіреміз, яғни олар ұн, какао және қопсытқыш. Осыларды сұйық массамызға бірнеше бөліктерге бөліп қосып, жақсылап араластырамыз. Басында венчиктің көмегімен араластырып алып, кейін жұмсақ етіп қолымызбен қамыр илеп шығамыз. Кейін оны бір үлкен және кішкентай етіп, екіге бөліп, формамызға үлкен жағын орналастырамыз. Үлкен бөлігін орналастырып, енді кішкентай бөлігін алып, жан-жағына қоршау жасаймыз. Және шет-шеттерін қасықтың көмегімен тегістеп шығамыз. Тегістеп болған тестамызды начинкасын жасап болам дегенше холодильникке салып қоя тұрамыз. Енді қою сгущенка аламыз, яғни вареный сгущенка. Оған арахисімізді араластырамыз. Және де вареный сгущенканың сапалысын алғандарыңыз дұрыс, өйткені газға пісіріп жатқан кезде арзан сгущенка болатын болса, ол өз формасын сақтай алмай қалады. Кейін оны 180 градусқа қызып тұрған пешімізге пісіруге салып қоямыз. Енді пирогымыздың бетіне шоколадты глазур жасаймыз. Ол үшін сары май мен шоколадымызды водяной баняда ерітіп аламыз. Кейін оның үстіне арахис қосып араластырамыз. Және осы екі ортада піскен пирогтарыңызды суытып, кем дегенде 1 сағатқа холодильникке салып алыңыздар. Өйткені сгущенка қатып, өзіне формасын ұстап тұру қажет. Енді холодильниктегі пирогымызды шығарып, бетіне шоколадымызды құйып, әдемілеп тегістейміз. Сосын тағы да холодильникке 1-2 сағатқа салып аламыз, шоколад қатуы үшін. Менің пирогым дайын болды, тек түсінің қатты қанық болып, қара болып кеткендігі болмаса, дәмі өте күшті болып шықты. Шаймен ішсеңіздер, прям күшті болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын. Және достар, менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.